Сәлем канал көрермендері, сіздерге eGov Mobile арқылы ЭЦП-ні қалай алу керек, соны көрсетемін. Вход регистрация ЭЦП басамыз, продолжить. Бұл жерге номер телефона енгіземіз, өзіміздің қолданып жүрген номер телефонымызға код келу үшін. Одан соң жіберілген 6 таңбалы санды енгіземіз. Видео проверкадан өтеміз, яғни түрімізді алыстан жақыннан видеоға түсіреді, сондықтан жақсылап түсіру керек, бұл сақталады. Сәл загрузка болады, обработка жасайды, жаңағы түсірген бейнемізді проверкадан өткізеді. Одан соң телефонмен удостоверение номерін жазамыз. Екінші етапта бізде пароль жазу керекпіз. Қиындығы средний болу керек, орташа 5 таңбалы саннан және ағылшын тілді әріптерден болу керек, сосын знактан біреу обязательно болу керек. Одан кейін почтамызды енгіземіз, жалғастырамыз, продолжить. Осы последний этап, осыдан кейін ЭЦП дайын болады. Ары кетсе 1 минут. Одан соң сізді қандай справка алғыңыз келеді, любойын осы ЭЦП арқылы шығарып алсаңыз болады. Телефоныңызға жүктеп аласыз. Қағаз түрінде керек болатын жағдайда телефоныңыздан компьютерға лақтырып шығарып алсаңыз болады. Тағы да басқа да сұрақтар бойынша видео түсіргенімді қаласаңыздар, комментарий жазып, осы видеоға лайк басып кетіңіздер. ЭЦП-ні мой ЭЦП деген жерден тексерсеңіз болады. Көріп тұрғандарыңыздай, ЭЦП для авторизация 6 апрельдің 2023 жылға дейін жарамды.